Батыр Неспек Дәутайұлы. Соңғы уақытта батыр көбіне оқшаулана беретін. Күнзақ түйенің жүнінен жасалған бөстекте жамбастап жатады да қояды. Қызметші жігіт арқылы шақыртпаса, бәйбішесі де, тоқалы да үстіне өзеріктермен кіре алмайды. Япырау, өзін-өзі соншама оңашалап, батырдың талқаны таусылуға таяды ма немене деген сөз сыбыр-сыбыр естіліп қала бергелде біраз уақыт. Оның етегінен тартып, еңсесін езген екі ауыр қайғы болатын. Біріншісі, ата мирас жау қолынан өлмегені. Батырдың ажал жаудан дейтін қатал кесім, бұлардың тұқымына тән ұлағатты ұран сөз. Жауға шабалар қай-қайсы да ат жалын тартып мініп, қолына найза ұстағаннан, Құдай, сол тілекті бере көр десетінді. Жан алып жан беріскен қанды қырғында өлем-ау дейтін ой ешқайсында болмайтын. Атасы кіндік тұсынан бойлап кірген сұр жебеден, әкесі мойын түптен тиген өткір семсерден қаза тапты. Ал бұған келгенде, батыр әкесімен атасынан аз немесе кем шайқасқан жоқ. 16 жасында төрт көз сауыт киді. Жау арасы көрінгеннен жер тарпитын тоқпақ жалды торайғыр деймісің. Қамшы салмай-ақ қара тұяғымен бір орында шыр айналатын қабырғалы қазанат деймісің. Қаншама жыл қайсысының белінен қашан түсті. Сондағысы ел мен жердің намысы. Аттан дегенде алтын сақадай алшысынан түсіп, алдаспанын айға, көрзісін күнге білегенде, әлгі намыс үшін жау қолынан мерт болсам деп көкседі. Ел мен жерінің құрбаны болу, ұрпақтан ұрпаққа қалар мәңгілік аманат еді. Амал не? Жаныңды жалғыз сәтте жаһаннамға жібере салатын дүлей дұшпанның әруақ айбаты, қуат пірі бұған келгенде абыройдан айырылып әдіре қалды. Әйтеуір тіктеп келген кімде екі бүктеп үптеп кете алмады. Қылыштасқанды ер үстінен ұшырып, найзаласқанды ат көтіне түсіріп кете барған. Сонда ғой, сонда жан сауға сұраған аз. Десе де, батыр-ай, жанымды қи деген құдайдың құлдары да болды-ау. Ондайлар да болған. Қайсы бірде жаудың бірімен жекпе-жекке шықпай ма? Жастау кез ғой. Жасамыс батырмен бес ауым найзаласып, ат көтіне түсірмей ме? Сосын сала құлаш семсерін суырып алғанда, көзі жаутаңдаған алпамсадай неме, батыр-ай, жанымды қи демесін бе? Оның не деген бұл? Жау қолынан мерт болу батырдың мұрат емес пе? Бұл қай сөзің? Өлудің қай жері мұрат? Найсап, батыр дүниеге ел мен жерінің құрбандығы болу үшін келмейтін бет. Оны қайтесің, жанымды қи жаугер. Батыр оған енді қайта көз салмаған. Атын қатты тебініп, жасақтарына қарай жөней берді. Нәлетіні тір қалдырып кеткенін қалай батыр дескендерге? Ол өзі де өлген адам екен деді бұл. Батыр емес қатын, қатынды қалай өлтірем? Басын көтеріп насыбай искеді. Балтыры сыздай бастаған. Дыбыс беріп еді, қызметші жігіт лып етіп кіріп келді. Ойыңды айтқызбай білетін сұңғыла, шақырайын ба деді. Сөйт. Көп күттірген жоқ. Үйге үлпілдеген түрікмен қатын енді. Оған аяғын созған. Ұрғашының әрі жұмсақ, әрі ыстық алақанынан бойың балқиды. Аялап сипағаны қандай? Сол аялап сипаған ыстық алақан балтырдан өтіп тізеге жеткенде, көңілін қутыңдап, жоғары қарай өрлей берсе де бүздігетінің ай, сәл езу тартты, мұрты тікірейген. Жайма батыр, тоқалының даусы ән салып тұрғандай ырғалды. Есіктің ілгегін салшы. Ауырып отырем. Не ауру? Батырдың өңі суыды. Сол әлгі. Көзін қайта жұмған. Суғылеп өзегін тіліп өткен. Жаратқан-ай, мен екі нәрседен қақтың ғой. Ажалым жаудан келмеді. Бір ұл перзентке зар қылдың. Бәйбішесі төменгі өзен бойындағы атал елдің қызы еді. Екі қыз туды да тоқтап қалды. Қыз кезінде солқылдаған тал шыбықтай сұңғақ бойлақ болатын. Алғашқы қызды туған соң тез тола бастап, көп ұзамай екі бұтының арасы майға толып, ана қаздай талтаңдап қалған. Қатты семірген тауық жұмыртқа тумайды деуші еді. Сірә бәйбішенің жатырын май басқан. Оның үстіне мына түрікмен тоқалынан кейін бәйбішесіне артылуы оқта текте.
әрі онысы апыл-ғұпыл әйтеуір. Түркмен тоқалы, онда ма? Онда мұның 50-ден асқан кезі. Қайсы бірде бұлар жоқта ауылды шауып кеткен түркмендерден қарымта қайтару үшін мұздай темір құрсанған қазақ жасақ атқа мінбей ме? Араға әдейі 2 ай салып мінеді. Сөйтіп 2 күншілік жер жүріп, таң енді қылайғанда қалың ұйқы құшағында жатқан түркмен ауылын бас салмай ма? 2 айдан бері арттарынан келуге тиіс қуғынның қарасы көрінбей, қазақ қорықты десіп, Құдай тобаларын ұмытқан сеңсең бөрік сіріңке қара түркмендер азан-қайғай сүреңнен төбелеріне оқыс жай түскендей сасқалақтап, киінуге мұршалары жоқ, қолдарында жалаң қылыш, дамбалдарының ауымен бау салақтап, киіз үйден атып шыққан. Жасанып келген қазақтарға бей-берекет қару сермеп жүрген Құдайдың құлдары бұйым ба? Қазақтар оларды жусатты да салды. Мұндайда жаудың өзіңе істегенін өзіне істеу, тіпті асыра істеу кектің еселеп қайтқаны. Қатыгез заманның қатыгез әрекеті көздің жасымен мұрынбоқты қаперге ала бермейді. Жылатқанды жылату керек. Сенікінен мұныкі әулие емес, кек қан төгумен ғана қайтпайды. Өшті жауыңның ұрғашыларын масқаралаумен алу тіпті ләззат. Түркменнің туталақайын шығарып, батыр жасағы енді әлгі әрекетке кірісуге ыңғайлана бастағанда, шеткер тұрған киіз үйден 5 қару сай төбедей түркмен жігіті шыға келді. Батыр деді, даусы қаңсып, қамығып. Батыр, әуелі мен өлтір. Шамамен бұдан 2 мүшелдей кіші. Бір күндері осы қорлықты көремін деген ой қаперіне кірмеген аусар адуынды жас, енді мына дүниеден түңіліп, болғалы тұрған сұмдықты болдырмау үшін өзін құрбандыққа шалғалы тұр. Егер батыр қазір жасақтарына ек қақса, мына жалғыздың жанын қасқағымда жаһаннамға жібере салады. Алайда бұларға атадан қалған бір мирас, батырды жабылып жеңуге болмайды. Ол өзіңді қорлау, өзіңді өзің қорлағың келмесе, оны жекпе-жекте жең. Жеңе алмасаң, өзің көксейтін жаудан өлу мұратыңа жетесің. Атыңа мін деді сонда бұл. Шық былай. Екеуі ұзақ айқасты. Түркмен әрі жас, әрі тым қайрат деді. Ұрған сайын найзасы батырды ер үстінен солқ-солқ қозғап, ұшырып сүре жаздады. Сірә ажалым осыдан болар деген батыр іштей. Түркменнің найзасы келесі сілтегенде сүбесінен қадалды. Әнеміне ат бауырына түсетін сәтте, талай соғыста иесінің жағдайын тақымынан аңғарып, керек жағына жалт беруге әккіленген қара төбел қазанат батыр қисайып бара жатқан жаққа қарай шалт қимылмен шапшаң бұрылып шұғыл айналсын. Сол сәтте түркменнің найзасы тайып кетті. Бойын түзеп алған батыр ендігі жерде өлімді де өзгесінде тарс ұмытып, тек оттай қаулаған намысымен ғана қалды. Бірақ өзін долдануға жіберген жоқ. Долданған адамның көзі дым көрмей кетіп, отқа өзі түседі. Қайта бір бетпе-бет келгенде, өзі жақсы білетін тәсіл, ұшы таралғының астына өтіп, ерғасасына байланатын шумақталған қыларқан бұғалықты көзлеспейтін шапшаңдықпен түркменнің мойнына тастап жіберген. Осы мезетте әккі қара төбел қазанат артына қарай жалт беріп қарғып кетті. Төбедей түркмен ат жалынан ер басынан ұстап үлгермей ақалтекенің үстінен қара жерге төңкеріліп түскен. Батыр оны қырылдатып біраз жерге дейін сүйреп барып кері оралды. Әруақ, әруақ десіп жасақтар азан-қазан. Қыларқан буындырып қырылдап жатқан түркмен көзін ашты. Қып-қызыл жанарынан 2 ірі тамшы жас ыршып шықты. Намыс пен қорлықтың оттай ыстық 2 тамшысы. Батыр найзасын көтеріп, оның кеудесіне дәлдеген. Бойлата сұқпақ, бірақ іркілді. Батыр адамды жеңу де, жеңген соң өлтіру де қиын. Көзін қимайды, әсіресе мынандай боздақты. Қыршынер найза көтерген қол аспанда салбырап ұзақ тұрыңқырап қалды. Сол мезетте киіз үйден, Құдай-ау, көрерге көз керек, уыздай жаса ел заты жүгіре шығып, қылшылбырға буынып үсті-басы топырақ болып жатқан түркменді дауыс шақырып бас салсын. Қосағым деп сыңсығанда сай-сүйекті сырқыратады. Соңынан бұлтың-бұлтың жеткен үйелмелі-сүйелмелі қос бүлдіршінде еркектің үстіне барып төнді. Батыр кез келген шешімді шұғыл қабылдайтын, жасақтарына ек қақты. Бәрін ымнан түсінетін жаугерлердің екеуі сытылып шығып, барған бойы
қырғи мүше қыпша бел келіншекті екі қолтықтан ілдір әкетті. Жаныңды қидым деген сонда батыр түрікменге. Бірақ қатыныңды алып кетем. Өйткенше өлтіріп кет, деді анау боздаған бордай тозған дауыспен. Өлтір. Бұл ләм деместен ер қасасындағы қыларқанның байлауын шешіп, оны түрікменнің кеудесіне қарай лақтырып тастады да атын тебіне берді. Өлтір. Енді түрікмен түйедей бақырды. Өлтірмесең жер түбіне кірсең де мен сені өлтірем. Мә деген бұл сонда. Ердің қасасына тиіп тұрған дорбадай ауын ұстап, мынаны жеп ала әуелі. Көзі жұмулы батыр мырс еткен. Салалы саусақтарымен балтырдың көгетін сығымдап отырған тоқал қасын керді. Ойыңызға күлкілі жағдай келді ме, батыр? Тыныштық, деді. Қанша жыл біргеміз, бір ашылмайсыз маған. Қатының барыңның бәрін білсе, оның байына әуестігі жоғалады. Қызық екен, қызық емес, рас. Ол көзін ашты. 40-тан жаңасқан тоқалы әлі құлын мүшесінде. Сол баяғы құмай көз құба жүз, қаз кеудесі сәл қимылдаса дір-дір етеді. Қиылған белдің ар жағында қолың тисе, ұлпадай әсер ететін томпақ тоқ бөксе. Қатнақсың, деді батыр, келес аяғын созып жатып. Оныңыз не? Рас айтам, батыр көзін қайта жұмды. Байынан жекпе-жекте жеңіп, тартып әкеліп, енді қойнына саларда төсек шетінде екі иығы дір-дір етіп, құнысып отырған өрімдей келіншек. Екі ұлым қалды онда, деп еңіреген. Екі ұлым? Енді менен туасың, маған табылды, деген батыр. Қане, кір көрпеге. Жаудан келген олжаның ең бағалысы ұрғашы. Сонымен мауқын басқанша еркектің жауына деген өшпенділігі басыла қоймайды. Ой, сұмдық-ай, неге? Кектің күйігін сонымен басама, әлде бұл еркектің өзі шыққан жерге өмір бойы үздігі өтеріп пәтуасыздығы ма? Әттең, деді батыр сол көзі жұмулы қалпы. Ұл туып бере алмадың. Құдайдың ісі, деп тоқалы кінәлі жандай басын жерге салды. Екінші қызыңды туған соң, сен де бәйбіше сияқты тоқтап қалдың. Ұрығым көксідіктеніп кетті ме, немене, а? Сол екінші қызды зорға босандым ғой, соның залалы ма? Түрікмен байыңның көзінен шыққан екі тамшыны көріп едім, сол көз жасым екен. Қарғыс жаман, деп батыр енді тұрып отырып тағын асыба иіскеді. Өлтіріп кетпесең қаныңды ішем деп еді, келмеді, тірі ме екен, а? Екеуі де біраз үнсіз қалды. Сосын тоқал тіл қатқан. Қымыз әкелдірейін бе? Қоя тұр, әзір. Үйден мүлде шықпайтын болдыңыз. Атқа мініп біраз сейілдемейсіз бе? Одан не шығады? Сергейсіз. Адам атқа мініп дала кезбек түгілі қанат байлап көкзеңгірге ұшса да, жанын жеген ойдан қашып құтыла алмайды. Сізді азапқа салатын не? Жау қолынан өлмедім. О, Құдай, сұмдық қой мынауыңыз. Атадан қалған мұра. Түрікменде мұндай жоқ, қазақта бар. Сосын бір ұл. Әйелдің өңі қызарды, қысылып қымсынғаны білініп тұр. Тағы біреуді алып берсек? Батыр мырс етті. Үмітсіз шайтан, тоқал үшін пейіл білдіріп ақ тұр. Үміт өзіңді өзің емексіту. Өйтіп әне-міне иә деп елпеңдейтін жайым жоқ. Қайтесің, деп батыр тоқалының бұрымынан сипады. Барып шаруаңмен айналыс енді. Оңаша қалған батыр тағы да ойға ұзайды. Жаңа түрікмен байыңның дегенде тоқалының селт етіп танауы қосырылғанын еске алды. Ұмыта алмайды сірә. Қыздай қосылғаны. Қыздай қосылып, сосын оның жауына қатын болу. Неткен сұмдық зауал. Құдай-ау, бұдан өткен қорлық бар ма? Әйелдің пешенесіне осындай теңдесі жоқ азапты жазған кім? Тәңірі ме? Тәңірі қайда? Біз қайда? Біз еркектер емес пе бәрін істейтін? Біз ойлап тапқан жоқпыз ба? Не бір сұмдықты, ұрыс таласты, қан ішуді, біреудің елін талап, жерін тартып алуды, біреудің қатынын күшпен алып қатын етуді. Ұзында кеткен өші мен қысқада кеткен кегін іздейтін, дүниені бүлдірген, бүлдіріп жатқан, бүлдіре беретін біз еркектер екенбіз ау осы. Болмаса осы даланы қой қоралас, жылқы саралас, жұрты қоңсылас жатқан қазақ пен түрікменнің қайсысын қай күні қалайша түлен түртті? Өткендерден қалған сөз, қазақ түрікмен жаулығы қазақтың ақ байталынан шығып тәуел баста. Желден жүйрік екен жануар. Қазақ пен түрікменнің қай бәйгесінде де алдына жылқы салмаған. Енді осыған түрікмендердің сілекейі шұбырмай ма?
Адамды Құдай бір нәрсеге үздіктірмесін. Үздіксе соған қол жеткенше жаны қалмайды. Қу тамағын ішіп отырып та, құс салып жүріп те, насыбайын атып отырып та, қатынының жұмсақ бөксесін сипап жатып та, әлгіге аңсарауатта тұрады. Сөйтпесе түркмендер қазақтың жердің шаңын боратып, аспанның басын айналдырып шабатын ақ байталын сұрап, қазаққа қолқа сала ма? Қазақ желден жылдам жүйрігін, мұрты жоқ сапсиған сақалының ұшы, сіміріп тұрған қымызына ортан белінен батып тұратын, сеңсең бөркін басынан алса, тердің күлімсейсі бұрқырап, жүрек тайынтатын қызталақтарға қалай береді? Осыған ерегіскен түркмендер Ақбайталды өрісте жүрген жерінен ұстап алып, бауыздап кетіпті. Мына қорлауға қазақ қайтып шыдайды? Ерін намыс өлтірген, асқынғанды тәубесіне келтірген жұрт қой бұл. Қаһары қара бұлттай қаптап шыға келді. Әншейінде 10 мың жылқысынан бір тайды қасқыр тартса, қайғыдан қан жұтып жатып алатын байлар тізіліп келіп, суын ішсе өзеннің ағысын тоқтатып тастайтын үйір-үйір жылқыларын ауыл-ауылға айдатып әкеліп, ал, қане, азамат біткен атқа мін, кек қайтар дескен ғой. Сөйтті де қазақтар сеңсең бөрік, сіріңке қара құдайдың пенделерін қуып отырып құмға тықты да тастады. Сол арада қанша қырғын өтті, қазақ пен түркменнің қаншасы қыршын кетті, тапталған абырой қанша. Япыр-ай, деді батыр даусын шығарып, Ақбайталды бауыздап тастамаса ғой, түркмендердің мына ұланғайыр далада іргемізге ірге істейіп, інгенімізге інгені сүйкеніп отыра бермес пе еді? Зобалаң жасап, зобалаңға тап болды. Шығасыға есі басшы деген сол. Әлде деп қояды бір ойы, жауласудың себебі басқа да, тым тереңде екен, кім білсін, кім білсін. Сәл мызғып алсам деп еді, онысы болмады. Қайдан сап еткенін, тоқалының жаңағы біреуді алып берсек қайтет деген сөзі ойына оралды. Алам десе Құдайға шүкір, малы жетет, беделі сұмдық, бірақ, ол ұл туып бере ме бұған? Мұның сасайланып, ұрғының көксілікке айналған кез емес пе? Ұрғашының ауындымдағынға мәз дәурені баяғы дөткен. Бұған керегі ұл перзент. Беу дүние-ай. Атадан екеу еді. Артынан ерген жалғыз інесі дүниеден басқарауға үлгере алмай кетті. Неге өйтті? Япыр-ау, неге? Азанғы шайын енді ішіп отырған. Ауылдың бүкіл итін шулатып, екі атты есік алдына тоқтаған. Батыр үйде ме? Деген зәрлі дауыс киіз үйдің жабығын желпілдетіп жібере жаздаған. Қызметші жігіт міңгірледі. Үйде. Онда аста ат тізгінін. Еңкейіп екеу үйге кірді. Өңдері өрт сөндіргендей. Мұрттары жыбырлап, батырға қатар келіп қол созған. Ассалаумағалейкум. Ат шаптырымдағы ар жақтан аталастары. Бүгін бірге туса да, бұлардың тасыр-тұсырына қитығып отырған батыр, немене, мен қартаяйын дедім бе? Жоқ, сендер жетілдіңдер ме? Бұл не жүріс? Шоқша сақалдысы сарнап қоя берді. Алдырған албырт анасының қойын ашыпты деген батыр. Бұл не бипаз? Айтарыңды артыңа тықпай аузыңнан шығар. Ініңіз адал малымызды айдап әкетіп, түркмен асырыпты. Ішінде ауыл иесінің бір қыздың қалыңына бермейтін, күллі ауылды алған бәйгесімен асырап отырған, онысын қойшы, әруағымызды аспан асты, жер үстінде асқақтатып отырған әйгілі жүйрігі бар. Не дейді? Батырдың қолы белінде жүретін ұзын сапысына барып жармасты. Жаптым жала болса, екеуіңді ауылдан шығармай бауыздайым. Біз мақұлмыз батыр деп шоқша сақал бауырсақты қаймаққа малып алып, аузына тастап үлгерген. Жанындағысы ашық түндіктен аспанға іңірейіп, Құдай деп қойды. Сондағысы ауыл иеміздің ініңіз әйгілі жүйрігіне қолқа салғанда бермей қойғаны. Шоқша сақал бауырсақты шайнамай жұтқанба қылғынып қалды. Әй! Батырдың сұп-суық сұрапыл даусынан отырғандар түгел селк еткен. Үйге қызметші жігіт лып етіп кіріп келді. Шақыр әлгіні. Болған әңгімені сырттан түгел естіп тұрған ол көзді ашып жұмғанша пайда болды. Батыр теңселген. Бүкіл ішкі сарайында жан азабы аңырап қоя берді. Япыр-ау, не нәрсеге душар болғалы отыр? Жаудан қайтпаған, өлімнен сескенбеген жүрегі алғаш рет кеуде сүйегін тесіп кетердей дір-дір етті. Өзегі өртеніп, өкпесі қабынып, өмірем қауып барады. Сүйекке таңба. Осыдан еді ғой бұлардың қорқатыны. Ағайынның ала жібін аттау, атасына нәлет дегізетін адам түгілі әруақ, Құдайдың да қарғысына қалатын қараулық. Тұқым тияғында болмаған.
Енді келіп бұлардың атадан балаға жалғасып келе жатқан әйгілі батырлығында не абырой қалады? Бұлардың батырлығының түп атасы адалдық пен әділдік еді ғой. Қайсы бір бабасы адалдық пен әділдіктен асқан батырлық болмайды деп кетпеп пе еді? Аспан айналып жерге түссе де ағайынға қол салма демеп пе еді? Итай, ұзында кегі, қысқада өші кетсе де, қаны бір туыстың маңдайына басқан қалай дәті барып, көз қиып қайдағы бір түрікмендерге асырды. Қайтып. Қызметшіні сыртқа қалдырып, үйге інісі кірді. Сәлемін ешкім алған жоқ. Мыналардың айтып отырғаны рас па, деді Батыр бауырына. Рас. Қайтесіз, Батыр? Бауырыңызды өзіңіз жазалайсыз ба, деп ана екеуі елпең етті. Қайтесіз? Алып кетіңдер. Қандай жаза қолдансаңдар да үкім өздеріңнен. Бауырынан неге өйттің деп сұрағанда жоқ. Ала жыбаттаған рас екен, біліп қайтет, ары қарай пешенесінен көрсін. Арам әрекетке ара түсу мұның қанында жоқ. Ағайынға ол салған ағайынның қарғысына ұшырауы тиіс. Иә, солай. Бетін іргеге беріп бүктісіп жатып алған. Мән-жайды естіген ағайын туыс үстіне кіруге батпады. Ауылда бір қабағы қату тыныштық орнаған. Сірә ай шамасы өткен шығар, жеткен хабар інісі бауызды алыпты. Батырдың сұрағаны, жанымды қия көрің деп жалынып жалбарынбап па? Жоқ, тек қол аяғымды байламай бауыздаңдар депті. Онда бопты. Батырдың көзінен қанша бір жылдан кейін боданада екі тамшы жас шыққан. Онысында ешкімге көрсетпеді. Қан жылаған іші, өзін бауырының ала жұбаттап, әруақ ұрса да өлімін ерлерше қарсы алғанымен жұбатты. Ең сенімді екі адамын оңаша шақырып алған. Айтқаны, басына дұға оқып, моласының жатқан жерін адаспай тауып бара алатындай болып келіңдер. Олар сөйтті. Содан бір түнде Батыр әлгілермен барып, бауырының мәйітін қазып әкетті. Ешкім онысын білмес үшін топырағын қалпына келтіріп үйіп кеткен. Бауырының мәйітін ауылдан жырақтау ұлы өзеннің бойына оңаша жерлеген. Ойы, ата-бабамыздың әруақтары үркір, айдалада қалмай осылай жатса да шүкір. Одан берде қанша жыл өтті. Батыр орнынан тұрып, жайлап далаға шықты. Қызметші жігіт босағаға сүйеніп қалғып мүлгіп отыр. Түсәлеті. Анда бір кемпір бұзауын бұйдалай алмай әлек. Құдықтан құс шөлекпен су алып, осы үйдің отымен кіріп, күлмен шығатын қыз келеді. Осы қыз мұның ордасына қаңғып келді ме, әлдегімнен қашып келді ме, Батыр білмейді. Бәйбішесі міне 2 жылдан бері оны күңіретін ұстайды. Сорлының үстінде сауыс-сауыс боз көйлек, тозығы жеткен камзол, ескі бөрік, онысын көзіне басып киеме, бетінің жартысы көрінбейді. Қайсы бір күні түс ауып, ет пен қымызға мелдектеген жұрт ұйқыға басқалы жатқан шақта, Батыр қыз тұратын шошаланың тұсынан өтіп бара жатып, судың сылдырын естіп қалды. Жайлап жабықты көтеріп ішке үңілсе, күңгіз суға шомылып отыр екен. Үсті басын сабынмен езіп, шайын үшін орнынан түргеліп, төбесінен төмен қарай су құйып еді. Ар жағынан үлкендігі ер тепсетін ағалмадай қосанар тікірейіп, белі қиылып, көдел жері күлтеленіп шыға келді. Батырдың көзі бұлдырап, бас айналғаны, есін әзер жиып, жан-жағына жалтақ-жалтақ қарап, жылдам тайып тұрған. Енді Батырдың көзі ауылдың шет жағына қатар орналасқан 6 ақ үйге түсті. Асқанбайдың 6 ұлының ақ отауы. Асқанбай соншалық атақты да асқан бай демес, алайда 6 ақ отауы бар. Батыр терең күрсінді. Батыр аға, түскі асыңызды ішесіз бе деп, қызметші жігіттің бипаз, бипыл даусы дәл құлағының түбінен естілді. Сөйтелік, деді бұл. Байжұманың күнбесінде Насыбай иіскеп отырған үстіне қызметшісі кірген. Батыр, айт, төбедей түрікмен аттан түсіп жатыр. Төбеттер не көрмеген? Жалғыз ба? Жалғыз, қаруы жоқ. Кіргіз. Түрікмен көрмегеніне талай жыл өтіп еді. Мұнысы кім? Неғып жүр деп ойлады. Сөйткенше қонақ есіктен 2 бүктетіліп ене берген. Со бойы, ассалаумағалейкум деп қос қолын бірдей ұсынған. Япыр-ау, мынау? Батыр қатты таңырқады. Мынау сол ғой? Я, соның өзі. Егімен төрді нұсқады. Қонақтың ұзақ жолдан ат соқты болып, қалжырағаны білініп тұр. Жол болсын қонақ. Жоғымның ізімен келем ақсақал. Сонда не, жоғыңның ізі біздің ауылға бастап келді ме? Мені танымадыңыз ау сірә. Далбасаңды деп қалды Батыр. Өлтіріп кет,
өлтіріп кетпесең жер түбіне кірсең де қаныңды ішем деп едің. Өйтерің бар, 20 жылдан бері қайда болдың? Әлде менің қаусаған шағымды күттің бе? Кек қуып келгенім жоқ дегі. Онда қай түлен түртті? Қатынымды қайтарып беріңіз. Батырдың аузан қайды. Не дедің? Қатынымды қайтарып беріңіз. Ит-ау, оны мен 20 жыл қатын қылдым ғой. Құдай тілеуіңізді берсін, қайтарыңыз қатынымды. Екі ұлы өсті, анасын іздейді. Менен де екеу туды ғой. Батырдың даусы бір түрлі жұмсарды. Екі қыз. Екеу де үнсіз қалды. Bir кезде батыр тіл қатты. Өлтірем деген сертің қайда? Берген серттен тайдырған екі ұлым. Үйелмелі сүйелмел еді ғой. Өз басым ата-анадан жалғызбын. Бірде сапардан қалжырап келіп, күн сәскеге дейін ұйықтап қалған екенмін. Оянғанда әдет бойынша қару-жарағымды көзбен іздесем көрінбейді. Далаға жүгіріп шықтым. Екі ұлым есік алдында монтиып отыр. Қаруым қайда? Кім алды деп азынаған даусымнан екеуі бірде қатты шошып кетті. Оны біз шыңырауқұдыққа тастап жібердік әке, десті күйбеңдеп. Түтеп кетсем керек, онсыз да үрпиіп отырған екі ұлым еңіреп келіп етегіме жармасты. Олардың керегі жоқ әке. Олармен жүрсең біреулер жау екен деп өлтіріп кетеді, десті олар. Өлтіріп кетсе, біздің атамыз да, апамыз да жоқ қой. Біз өліп қалмаймыз ба? Өмірімде алғаш рет оқыс қатты тіксініп, қатты ойланып қалдым. Бала періште, бұлардың аузына Құдай салып тұрған шығар дедім. Содан жұрттың, мынау қатынын алып кеткен қазақтан кек алмады ғойын естігім келмей, қараң-құраң уақ малымды алдыма салып, жалғыз атыммен екі ұлымды жетектеп, бір түнде құмның терең түкпіріне сіңіп кеттім. Көп жыл оңашада ғұмыр кештік, малымыз көбейді. Ел ортасына балалар өскенде бірақ оралдық. Екі ұлды үйлендіріп отау еттім. Енді олар анасын іздейді. Анасының бейнесі сірә жадыларынан өшпейді. Сіз алып кеткенде естері кіріп қалған еді ғой. Батыр үндеген жоқ. Жылқыдан таялдырып сойдырды. Қонағын сыйлап жайғастырған соң, түрікмен қатынын оңаша шақырып алды. Көп сөйлеген жоқ. Бұрынғы байын келді. Әдейілеп іздеп келіпті өзіңді. Қайтарыңыз деп отыр. Кесімді өзің айтқызам. Таң атқанша ойланып, ертең ел алдында шешіміңді өзің айтатын бол. Ертесіне батыр ауылдағы игі жақсыларын ортасына жиып, қонақтың бұйымтайын естіртіп, жұрт алдына түрікмен қатынын шақыртты. Олжалап әкеліп едім, деді Тоқалға. 20 жылдай отастық, асылы разымын, екі қыз туып бердің, адалы сымдарамдаған жоқсың. Мына қонақ қыздай қосылған қосағың еді. Арнайлап ат терлетіп келіп, өзіңді қайтар деп отыр. Зорлықпен әкетіп едім, енді зорлық қылғым келмейді. Қайтамысың, қаламысың, қала өзіңде. Әйел даусын шығармай ұзақ жылады. Ақыр соңында, еліме, жеріме, ауылыма қайтарыңыз, Құдай тілеуіңізді берсін, сөйтіңіз. Батыр қатынды қайтарды. Әуелде Құдай қосқан қосағына қосып берді. Өз қолымен аттандырды. Аттандырып жатып сұраған: екі қызыңды шынымен қиып барамысың? Қайтейін, қыз бала қайтсе де ата-анасының жанында қала алмайды. Түбі кетеді. Қыз бала жат жұрттық. Құдай алдарынан жарылқасын олардың. Өзіңізге табыстадым. Мен еліме, жеріме, ауылыма барайын. Еңіреп қалған екі ұлыма кетіп барам демеді. Елім, жерім, ауылым. Сонда әркімнің ең қымбаты осы үшеуі ме? Сірә осы үшеуін ұмытпас ешкім. Бірақ Құдайдың құлдары тегіс өстей ме? Кез келген пенденің жүрегінде осы үш қымбаттың гүлдеп тұратыны не ғайбыл? Тойған жерінде жүре беретін ит сияқты ездер қайда? Кімдерде жоқ? Ал мына Тоқал өстіп тұрып батыр өзіне өзі қатты налды. Япыр-ай, қаншама жылдар қойнында жатқан ұрғашының қадір қасиетін танып білмегеніне өлердей өкінді. Аз күнде жағы суалып, көзі кіртиіп қалды. Тоқалдың кеткеніне жас елуге келсе де, тақымының ыстық суығы басылып болмаған бәйбішесі мәз, мұны әрі-бері ектеп. Менің әукем кісінеуден қалған деп батыр оны кеудеден итеріп тастаған. Бір жылы түрікмен Тоқалынсыз өтті. Жей-жей түсіне кіретін. Бұған қымыз құйып беріп отырам-ау, аяғын уқалап беріп отырам-ау, көрпесін қымтап жатама,
Қайсы бірде ол құм төбеде тұр екен. Бұл ұмтылады оған. Енді жете бергенде құм сусып кетіп етекке қайта сырғып түседі. Әбден діңкелейді. Батыр, еліңе, жеріңе қайт дейді анау. Ол перзент көксеуші едің. Құдай оны береді саған. Сенің қуатың түгесілген жоқ. Түгесілмейтін қуат сенің бойыңа оттай ыстық жас тәнімнің жалынымен сіңіріп кеткем. Құдайдың құдіреті ай, осы түстен соң батырдың қандай да бір күш еңсесін көтере түскен. Атқа мінетін, өзен бойын аралап кететін, ыңылдап ән айтатын әдет тапқан. Қазірде қалың бөстек үстінде тікесінен тік отырып, жалғыздан жалғыз, Құдай деп езу тартады. Кенет сырттан бәйбішесінің шаңқылы естілді. Зәнталақтың өстіп айдың күннің аманында қарадай шыжбалақтайтыны бар. Сондағысы осы үйдің отын жағып суын тасып, малын қайырып жүргендерді тасқаяққа сегізу. Әдетте әупілдеп қоюшы еді. Мына шаңқылып барған сайын үдеп барады. Бұлғаншық бұтына семе деп орнынан тұрып, жабықтан сыртқа сығаласа, бәйбішесінің қолы әлгі күң қыздың бұрымында, бейшараны сүйрелеп жерден алып жерге салып жатыр. Адалы тысымыз дарамдап деп, қыздың басын олай да бұлай да сілкігенде, бәйбішенің май басқан іркілдек беті желіп келе жатқан сиырдың желініндей бұлғаң етеді. Қара бет, Құдайдың ұрып қойғанын-ай, ертерек неге айтпадың? Жіберетін едім ғой бір қаңғыбастың артына мінгестіріп деп екіленеді. Адалы тісің дарамдаған мен емес, батырдың өзі дегені қыздың бір кезде. Өй! Бәйбішенің аузы аңқайып қалды. Андағың не? Батырдың өзі деді қыз. Өзінен сұра. Бәйбіше қызды жөніне жібере салып, бер қарай талтаңдады. Батыр барып орнына жайғасты. Қатыны ырсылдап бір қырымен үйге әзіренгенде көзін жұмып жатып, жан жеріңе біреу ағаш тығып алды ма? Сонша шаңқылдап деді зілдінмен. Ойбай ана күң. Іші білініп қалыпты. Білінсеше, өзіңнен көріп отыр ойбай. Оныкі рас. Рас не істеді бәйбішенің басы бұлғақтап. Рас деп батыр басын көтеріп алды. Қайсы бірде апақ-сапақта мал келіп жатқанда құрғырға көңілім ауып кетіп, білесің ғой, еркектің көңіл аусы албастыдай басады. Енді бұлжырамай, ол қызды айрықша күтім қал. Өлсең де аман-есен босандырудың қамын жаса. Ол туса, атын 81 қоям. 81? Бәйбішенің тілі байланып қалғандай болды. Онысы Кәлимаға келіп, бардалба салағаны, неге 81? Қазақта 60 бай, 70 бай, 80 бай дегендер иттің басынан көп, ал мен ұлымның атын 81 қоям. Осыны айтып, бөстекте күнұзақ жатып алатын батыр орнынан көтерілген. Дәл жас кезіндегідей жеп-жеңіл тұрды. Сөйтіп алып, ашық түндіктен сығырайған күн көзіне көзін салып, Құдай, шүкір деген. Шүкір деп тұрып, осы жаңа іші білініп қалыптыны естіген сәттен аяқ асты бойы бусанып, содан қазір екі самайына шүмектеп аққан терін сүртіп тастады. Сүртіп тастап, алдында абдырап, аузаңқайып қалған бәйбішесін иығымен қаға-маға жарық дүниеге жадырап шыққан. Жадырап шыққанда көзімен шошаламаңынан күн қызды іздеді. Мана бәйбіше жұлқығанда түсіп қалған жаман бөркі жерде қалың қара мақпал шашы иығын жауып, екі қолымен сәл томпиған ішін сипап тұр екен. Әйтеуір тілектің бірін бердің-ау Құдай деген сосын даусын шығарып. 81-дің жасы 4-тен асқанда Құдайдың аманатын тапсыруға дайын батыр, оның тұлымынан сипап жатып, жаудан өлу біздің тұқымда ата мирас еді. Ел мен жер үшін ғой, сөйтем деп аз өңмеңдеген жоқпын. Қайтемін, қас дұшпанның қай-қайсысы да жанымды ала алмады. Сен 81, пешенеңде не жазудың бар екенін қайдан білем. Не қылса да, ел мен жерге жаныңды садақ етіп кеш мына алғын-жұлғын ғұмырды. Әй, сонда аунап түсермін орнымнан деп жатып, жан тәсілім етті. 85 жасында. Несіпбек Дәутайұлы, оқыған Сұңғат Ғазизұлы.